Шымкентте сот қызметкері сыйлыққа торт алғаны үшін жұмыстан шығарылған. Бұрын сот отырысының хатшысы болған Шымкент тұрғыны Жадыра Оралымбекова қызметіне қайта оралуын сұрайды. Ол орнын тергеушіден торт алғаны үшін босатқан. Жадыра Оралымбекова 12 сәуірде қызметінен босатылған. Оған тергеуші берген торт себеп болды. Әйелдің айтуынша ол мұны сыйластығы үшін алған, бірақ тәртіптік комиссия мұны заңсыз сыйақы деп санаған. Сотта жауапкер тарап жеке қаулыны енгізбегені үшін сыйақы алды деп мәлімдеді. Бірақ сот хатшысының жеке қаулы шығаруға құқығы жоқ. Ол дәлелдемелер ұсынды және торт номер 3 балалар үйіне берілген дейді адвокат Талғат Монтаев. Жадыра Оралымбекова 3 баланы жалғыз асырауда, ол жұмыссыз қалған күндерінің ақысын өтеткісі келеді. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев, мен 3 баланың анасымын, жалғыз басты анамын, мен қазір шарасыз жағдайдамын. 3 ай әділеттікке жетуге тырыстым, жалақысыз отырмын, мектепке киіну былай тұрсын, балаларды тамақтандыратын ештеңем жоқ дейді ол. Әл-Фараби аудандық сотының судьясының айтуынша, олар хатшыны тексере бастаған, онда қызметшіні тексеру жүргізілген 3 тармақты сипаттады. Торт сол тармақтың бірі ғана. Екіншісі тергеушіден айыптау актісін алған, үшіншісі сотталушының анасының арызын алған. Мұның барлығын ол тікелей тараптардан алмау тиіс еді. Ол процессуалдық емес байланысқа түсті дейді Әл-Фараби аудандық сотының судьясы Бақытжан Бөрікбеков. Заңгердің айтуынша, осы 2 бап бойынша жауапкершілікке тарту мерзімі өтіп кеткен. Оның үстіне құқық қорғаушылар нақты қандай сыйлық үшін қызметтен босатуға құқылы екенін айта алмаған. Ол сонымен қатар заңда белгілі бір мақсат үшін әрекет жасаған адам сыйлық алса қызметінен босап жауапкершілікке тартылатынын айтты.